Сәлеметсіздер ме? Йогамызды бастаймыз. Екі саусағымызды қосып отырып, бірер минут тыныштықта отырамыз. Енді құлағымызды оңға, солға бұрып, құлағымызды иығымызға жеткіземіз, мойнымызды бұрамыз. Жай жасаймыз оны. Енді иегімізді жоғары қарай аспанға көтереміз. Қатты шалқаймаймыз, тек тік аспанға қарай көтереміз. Желкемізді де дәл сондай. Асықпай отырып жасаймыз. Енді қолымызды жоғары көтеріп, 180 градусқа бұрыламыз. Артқа қарай бұрыламыз. Оңға және солға. Енді вакуум жасаймыз. Өкпеміздің барлығын толтырып, тыныс алып, дем алып, ағзамыздағы барлық ауаны шығарып тастаймыз да, кіндігімізді барынша омыртқамызға тартамыз. Сөйтіп 30 секунд ұстаймыз. Осылай 5 рет қайталаймыз. Енді планка жасаймыз. Өкшемізді барынша жерге жақындатамыз. Қолымызды бүкеміз. Осылай 1 минут уақыт тұрамыз. Енді жоғары қарай аспанға көтереміз басымызды және төмен түсіреміз. Бұны собакой мордой вниз деп айтады. Осылай 1 минут уақыт тұрамыз. Демек, аяғымызбен басымызға жақындап, басымызды аяғымызға жеткіземіз. Осылай 1 минут тағы тұрамыз. Енді даланың ауаның саф ауасына шаттанамыз. Аяқтарымыздың арасын ашып, екі қолымызды созып, бір қолымызды жоғары қойып, екінші алақанымызды жерге нық қоямыз. Жоғарыда тұрған қолымыздың бас бармағына қараймыз көзімізбенен. Екінші жаққа ауысып, осыны басқа жағынан тағы қайталаймыз. Демек, оңға бұрыламыз және солға бұрыламыз. Енді келесі, тағы да біз аяғымыздың арасын одан да қатты ашып, бір жағына қарай қиғашынан созыламыз. Қолымызды қиғашынан созып, денемізді барынша қолымыздың бағытымен созамыз.